Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Мен өзімнің жаныма жақын сүйікті шығармамен бөліскім келіп отыр. Әрине, мұғалім болғаннан кейін біз әртүрлі жанрдағы кітаптарды оқимыз. Бірақ соның ішінде әдеби бағыттағы Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы өзім жүрегіме елеулі із қалдырды деп айта аламын. Ұлпан образы сол заманның 19 ғасырдағы заманның қазақ елінің, қазақ жерінің тағдыры баяндалады бұл шығармада. Және өкінішке орай қасіретке толы Ұлпанның да өмірі адамның көңілін түсіреді. Жалпы бұл шығармада әртүрлі қазақтың салт дәстүрлері, әдет ғұрыптары, жер дауы, жесір дауы осындай мәселелерді көтереді. Қазақ елі үшін әйел болса да сол заманда өткір сөйлеп, көптеген мәселелерді шешуге көп жұмыс жасаған осы Ұлпан бейнесі әрбір адамды оқыған әрбір адамға көңіліне бір ой салатыны сөзсіз. Сондықтан осы Ұлпан романын әрбір оқушы, ұстаздарға оқуға кеңес беремін.